жақсылар жақсымын деп айтпайды деген рас па дейсің. Ел намысын көтеріп, ел даңқын асырған небір ерлерді кейде санамыздан қалай сырт қалдырып алатынымызды білмейсің. Бәлкім тәртіп, бәлкім қалау осылай. Азияның кеудесін арғымақ атпен түбірлеткен қазақтың өзімізде де талай ұлы әуе тұлпарын ерттеп мінгенін біреу білсе, біреу білмес. Сол даңқты, бірақ дақпыртсыз ерлердің бірі аспанның асау дүлдүлінің тізгінін игеріп, туған жерін ақша бұлттың үстінен тамашалап, өзінің жауынгерлік міндетін зеңгір көкте, биіктерде атқарып кеткен қазақ ұшқышы Әубәкір Қоңқайұлының рухына армия күні орайымен тағзым етеміз. Ат жалы түйе қомында өскен халық ұрпағының ақсұңқардай аспанға да самғай алатынын күллі әлемге танытқан ұлдарымыздың саны көп емес екені шын. Айға түнеп, ғарышты Қаратауындай аралап қайтқан Талғат пен Тоқтарды айтпағанда, еліміз қазағының мақтанышы боп, ана отан, туған жер аспанында ел үмітін арқалап, қырандай қалықтаған ұшқыш ұлдарымыз да аз еместі. Әні сол үркердей топтың бірі ұшқыш қаламгер Әубәкір Қоңқайұлы болатын. Әубәкір Қоңқайұлы 1956 жылы 16 тамызда Санжы облысы Мейчен ауданының Отынқозы деген жерінде дүниеге келеді. Балалық шағы Қаратаудың Ұланбай өңірінде өткен Әубәкір Қоңқайұлы Үрімші қалалық 17-ші орта мектептің партасынан түлеп ұшып, Құмылдағы Жунго авиация мектебіне тұңғыш қабылданған аз ұлт оқушылардың қатарында оқуға түседі. 1973 жылдың аяқ шенінде сол кездегі орталық саяси бюро осы мемлекетіміздегі азаматтардан ұшқыш тәрбиелеу, армиямыздың ерекше бөлімдерде ерекше қызметпен шұғылдануына мүмкіндік жасау жөнінде 73 жылдың аяғында саяси бюро рәсми қарар қабылдаған. Сонымен саяси бюроның талқысынан өткеннен кейін Жоғынлай Зұңли сол кезде бұл міндетті ауа армиясы үстіне алуды өз аузыменен белгілеген. Содан кейін ауа армиясы орталық әскери істер комитеті бұл іске ерекше мән беріп, мемлекетіміздің әрқайсы жерлерінде, әсіресе аз сандылықтар қоныстанған райондарда жалпеттік ұшқыш талдау қызметі жүргізілді. Еліміздің бірінші ұрпақ ғарышкері Яң Левей түлеп ұшқан ана мектепте әйгілі ұшқыш Чжоу Гуанхуамен сабақтас, қанаттас болып, зеңгір аспанда боғданың қарагеріндей қалықтап, көп сынақ, қатерлі машықтан сүрінбей өткен Әубәкір Қоңқайұлы көп өтпей ұшқыш болу толымдылығына жетіп, қатынас айропланын ұшыру кәсібіне түсіп, Жунго 16-шы әуе армия мектебінде тәрбиеленеді. Қазақтан 10-мыз қабылданыппыз. 10-мыз бір бән болдық. Ішімізде бән жаңымыз Әубәкір болды. Ең негізгі ерекшелігі қайсар. Біз 1 сағатты уақыт шығарсақ, ол 2 сағат, 3 сағат уақыт шығарып үйренді. Сондай тырысшандықпен үйренді. Кейін енді әртүрлі айропландарды ұшқыштарын тәрбиелеу үшін бізді 3-ке бөліп жіберді. Мен өзім соғысқа айропланда қалдым. Әубәкір қос қанатты пассажир айропланын 16-шы қаншау дейміз, Кәнсу Пхеньянда. Соған кетті одар. Одардікі тек қана машық емес. Және көптеген міндеттерді орындайды. Ән жерге мисал төмендерге түсіп, әлі бір жерге апатқа ұшырасушы жерге барып, адам құтқару, ана-мына одарға сондайларға міндеттерді атқарып тұрды бұлар. 1976 жылы оқуын үздік тамамдаған ұшқыш жауынгер серіктерімен бірге әуе армиясы мәлім жүннің дербес қатынау туанына бөлінеді. Осылайша туған ауылынан жермен кетіп, көкпен самғап, қыран боп оралған Әубәкір Қоңқайұлы туған елі жүктеген абыройлы міндеттерді арқалап, кешегі ақ таяқпен жаяу қой жайған ауылының төбесінде көркем Шинжаң, нұрлы Жұңғаның көгілдір аспанында талықпай ұшты. 3 түрге бөлді. Біреуі мына соғыс айырпланына, одан кейін қатынастан 2 түрлі айырпланы. Біреуі тікұшар,
енді біреуі қанатты аэроплан. Міндет ету барысында Шанши, Гансу, одан кейін мына Нingxia, ішкі Моңғол, одан кейін Доңбайдағы Жилин, Леонин, Харбинға шектейін айланып, одан кейін Бейжің, Тяньцзин бұл жақтарда да айланып көріш. Одан оңтүстік жақтары Сычуан, Юннан, Гуйжу, Сәнніңға шектейін осы жақтың міне көп айланып жүрді. Енді Шинжаңға бөлініп, Шинжаңға келгеннен кейін, енді Шинжаңның негізінен барлық аймақ облыстарының барлық жерін айланып өттік. Әскери жабдық тасу, апат болған өңірлерге зат жеткізу, шұғыл жағдайдың алдын алусында міндеттерді даңқпен өтеген Ақсұңқар ұшқыш 1983 жылғы Шинжаң тарихындағы ең үлкен маневерге Қайырхан, Кәдірхан, Шаяхмет, Сарқыт, Өткір қатарлы жауынгер серіктерімен бірге қатынасып, ерекше көзге түседі. Ұйым оған 3-ші дәрежелі еңбек жазады. Кейін Үрімші қалалық қоғам қауіпсіздік мекемесінің заң түзім басқармасында істеген Әубәкір Қоңқайұлы аққа жақ болып көптеген делоларды әділ шешті. Үлгілі халық сақшысы болып, ел алқауына бөлінген сартабан ұшқыш өмірінің соңғы мезгілдерінде өтті күндер осылай, әуелеп ұшқан күндер айсында ұшқыш өмірінен жазылған 2 кітабын оқырманға ұсынды. Әубәкір әскери адам болғаннан соң сақшы міндетін өтеді, сөйтсе де мына рухани жаққа өте мән беретін, өз қолынан қалам ұстамайтын, мәнді, маңызды нәрселерді естелік ала жүретін. Әзір міне 2 кітабы қолымызда тұр, міне өтті күндер осылай оқып шықтым бастан ақыр. Өте ұқшам, әдемі жазылған. Онан соң өз кітапты да көп оқитын адам, даңқты міндеттер өтеді. Ел үшін мақтаныш болды. Жерде емес аспан ұшып жүріп міндет өтеді. Ол кісінің өмірі даңқты, бірақ өте ғұмыр қысқа болды. Семьясының тәрбиесі өте күшті, балалары өте жоғарылар, Францияға дейін барып оқыды, Ішкерден Ташөлер оқыды. Енді бір Әубәкір Қоңқайұлының зайыбы марқұм болып кетті ол кісіде, өткен жылы Бақтқан Құсман қызы деген. Сол кісі де менше болғанда тұңғыш рет мына армияға қабылданған қазақ қыздарының бірі. Өйткені 1972 жылдары мына әскер қабылданған қазақ қыздар өте аз. Онан соң 1982 жылы сол Бақтқан жеңгеміз тұңғыш рет мына қазақ қыздарының ішінен Шинжаң әскери комитеттің 6-шы құрылтайының уәкілі болып қатынасқан екен. 2010 жылы 18 қыркүйекте табаны тиген қара жерге, қанатының сусылы қалған көк аспанға мәңгілік арман сағыныш қалдырып, арамыздан келмес сапарға аттана берген Әубәкір Қоңқайұлының рухы мәңгі ел жүрегінде. Әкем шешем әскерде танысып үйленген. Әкем қайтыс болғанда 3 жыл болайын деді. Әкем марқұм ашық, юмор кісі болатын. Досы көп, күлгенді жақсы көреді, елмен танысқанды жақсы көреді. Және кітапты да көп оқитын. Әскерде жүргендегі болған тәрбиесі, үйренген бәрін бізге таратып берді. Көп айтатын сөзі, адам білім болу керек, оқу болу керек. Елің алдында көрінгенің жақсы болады деп айтатын. Әкемнің ізіне ілесейін деп, мен де сақшы мектеп оқыдым. Қазақтың даласында, замана қаласында, ел үшін түстің аға, қара тер, қара суға, талдырып қанатыңды, құзаршың сан асуда. Тұрғандай күн сап қарап, әкешің, анашыңда, қалықтап жүрген дейсің ақша бұлт арасында. Ақсұңқар қанатында зымырап барасың ба? Осымен бүгінгі хабарымыз аяқтады. Тағы да кездескенше сау, саламат болыңыздар.